Қасқырдың жағын қарыстырған бала Ербол Бейілхан. Болған оқиға желісімен 1987 жыл маусым айының басы. Жайлауға қонғалы көп бола қойған жоқ. Мал аяғы баспаған жонның шөбі шүйгін, гүл, бәйшешек, қойжуаның иісі мұрынды жарады. Түрлі түсті көбелектер гүлден гүлге қонып рахаттана ұшады. Шұрқыраған жылқы, арқыраған айғыр, өлкені жайлай жайылған өгіздер, сарқыраған тау өзені. Осындай бір ғажайып шақта орта сайдың басын жайлап отырған едік. Қыстай мал баққан, көктемде төлмен алысқан ауылдың арқасы кеңіп, бар шаруа балаларға міндеттелген кез. Менің міндетім бір күні қой, бір күні қозы бағу, үшінші күні ала таңмен биелерді байлап, сол күні бие сауғызу, ат шаптырым бие бау, күлдір-күлдір кісінеген ноқталы 17-18 құлын, қолына түскен мама биелер. 2 сағат сайын сауын уақыты келеді. Биелерді сауғызып, аяғына жеткенше 1 сағат зулап өте шығады. Қымызға қызара бөртіп, тағы сауынға шығамыз. 4-ші күні ғана толығымен демалатын күніміз. Ол күні тек балық аулауға, қыдыруға, асау үйретуге, тойға баруға болады. Жаз маусым айы осылай өте шығатын. Сайды өрлеп 4-5 ауылдың қойлары өретін. Қойшылар кілең балалар. Қойды жіберіп қойып, көлдің жағасында жарыс салып, көкпар тартып, жан торсықтағы қымыздан ішіп, әңгіме дүкен құрып жатамыз. Бір көзіміз үнемі баққан малымызда болатын. Уақыт деген тез өтіп кететін. Сондай күндердің бірінде күнгейді қаптаулап, қыраттың асуына жеткен қойлар дүр ете үркітті. Көзіміз жеткенімен жағалауда жүрген біз алыстамыз. Бірақ анық көрдік, бір қасқыр қуып келеді. Атымызға мініп айғайлап тұра шаптық, шауып келеміз, айғайлап келеміз. Бір кезде қасқыр шұңқырға түсті де жоқ болып кетті. 2 бала алдымен жеттік. Келсек, қасқырымыз бір қойды басып алыпты, бірақ жағы ашылмайды. Бізді көрді де тұра қашты. Қыратты асыра қуып қайттық. Артымызда қалып қойған балалар да жетті. Қойды жемепті, алақай, қойды жемепті деп шулап жатырмыз. Не болған? Дейміз бір-бірімізге қарап. Не болған десек, қасқыр қойға шабуылдауға тұра ұмтылған сәтте қасымыздағы бір бала тымағының бауын бірнеше рет түйіп байлап, аузына тістеп алған екен. Қазақтың ырымы, оған әкесі үйреткен. Сол кезде қасқырдың жағы қарысып қалғаны көрінеді. Бұл өз көзіммен көрген, басымнан өткен оқиға. Кейде біз қазақтың ырым тыйымдарына сенбей жатамыз ғой, сену керек деп ойлаймын. Себебі қазақ халқы дала заңын жетік білетін дана халық, оқыған шығыс қызы. Соңына дейін менімен бірге болып, әңгімемді тыңдағандарыңызға алғыс білдіремін. Алдағы уақытта көптеген әңгімелер, тыйым сөздер, қисалар баяндайтын боламын. Жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.